Балаңыз сізге тек бір нәрсе керек болғанда ғана хабарласа ма? Ақша керек болса іздейді, көмек керек болса қоңырау шалады. Немереге қарайтын адам керек болса сізді еске түсіреді. Ал жай ғана анашым қалайсыз, денсаулығыңыз жақсы ма деп хал сұрауға келгенде үнсіз. Егер осы жағдай сізге таныс болса, бұл видеоны асықпай соңына дейін қараңыз. Өйткені қазір мен сізге балаңызды кінәлаудың жолын емес, осындай қарым-қатынаста өз қадіріңізді жоғалтпай өмір сүрудің жолын айтамын. Және ең соңында сізге бір маңызды нәрсе айтатын боламын. Кейде балаңыздың сізге деген қарым-қатынасын өзгерту үшін оны өзгертуге тырысудың қажеті жоқ. Өзіңіздің оған деген қарым-қатынасыңызды өзгерту жеткілікті болуы мүмкін. Айтпақшы, біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға бірге жету. Егер сіз де 50 жастан кейінгі өмір, бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас, отбасы, сыйластық және жан тыныштығы туралы осындай шынайы әңгімелерді бірге тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп біздің қауымға қосылыңыз. Ал енді ең маңыздысына көшейік. Бірінші, балаңыздың сізді тек керек кезде іздеуі сіздің қадіріңіз жоқ деген сөз емес. Бірінші осыны түсіну керек. Кейде ата-ана баласының тек қажет кезде хабарласқанын көріп, демек мен оған тек керек болғаным үшін ғана қажеттім деп ойлайды. Бұл ой өте ауыр. Өйткені сіз балаңызды кішкентай кезінен өсірдіңіз, түн ұйқыңызды бөлдіңіз, ауырса қасында отырдыңыз, мектебіне апардыңыз, оқыттыңыз, үйлендірдіңіз, қолдан келгенше жағдайын жасадыңыз. Сіз үшін ол әлі де бала, ал ол есейіп, өз өмірімен кетіп қалды. Жұмыс, жұбайы, балалары, несие, тұрмыс, өзінің проблемалары. Күнделікті тіршіліктің ішінде кейде ата-анасына қоңырау шалуды кейінге қалдырады. Бұл дұрыс па? Әрине, ата-ананың халін сұрап тұру керек. Бірақ оның сізге сирек хабарласуы бірден ол мені жақсы көрмейді деген қорытынды жасауға себеп емес. Мүмкін ол өзінің өмірімен тым әуре, мүмкін ол сіздің менде бәрі жақсы деген сөзіңізге шын сеніп жүр. Мүмкін сіз оған әр қоңырауда оның мәселесін сұрап, өзіңіз туралы ештеңе айтпайтын шығарсыз. Мүмкін ол сізге анам барлығын түсінеді деп үйленіп кеткен шығар. Сондықтан бірде ренжіп, маған керек кезде ғана келесің деп айту мәселені шешпейді. Керісінше араны одан сайын алыстатуы мүмкін. Екінші, балаңыздың артынан жүгіре бермеңіз. Міне бұл өте маңызды. Балаңыз хабарласпады, сіз хабарластыңыз. Алмады, тағы хабарластыңыз. Жауап жоқ. Неге көтермейсің, қайда жүрсің? Менің саған керегім жоқ қой, бізді ұмытып кеттің деп реніш білдіресіз. Сосын балаңыз қоңырау шалады. Сіз бірден барлық өкпені шығарасыз. Балаңыз тағы алыстайды. Сіз көрдің бе, мені шынымен сыйламайды деп ойлайсыз. Осылайша бір шеңбер пайда болады. Сіз жақындаған сайын ол алыстайды. Ол алыстаған сайын сіз одан сайын артынан жүгіресіз. Ал мұндай кезде не істеу керек? Балаңыздың артынан жүгірмей, өз өміріңізбен өмір сүріңіз. Бұл баламды тастаймын деген сөз емес, маған бәрібір деген де сөз емес. Керісінше, бұл баланы жақсы көре отырып, өз өміріңіздің де бар екенін түсіну. Балаңыз хабарласпады ма? Бір рет қоңырау шалыңыз, жауап бермесе, қайта-қайта қоңырау шалмаңыз. Өз шаруаңызбен айналысыңыз, серуендеңіз, досыңызбен сөйлесіңіз, кітап оқыңыз, немерелеріңізбен уақыт өткізіңіз, үйіңізбен айналысыңыз, өзіңізге күтім жасаңыз. Өйткені балаларыңыздың әр қоңырауын күтіп отыру сіздің бүкіл өміріңізді оның қолына беріп қоюмен тең. Ал бұл сізге де өте ауыр, сонымен қатар балаңызға да өте ауыр. Үшінші, мен сен үшін бәрін жасадым деген сөзді абайлап айтыңыз. Бұл сөз ата-ананың аузынан көбіне ренішпен шығады. Мен сен үшін қанша нәрсе жасадым, сен үшін ұйықтамадым, сенің аяғыңа тұруың үшін барымды бердім. Енді сен бізге уақыт таппайсың. Сіз бұл сөздерді шын жүректен айтасыз, өйткені расында да балаңыз үшін көп нәрсе жасадыңыз. Бірақ балаңыз мұны қалай қабылдауы мүмкін? Ол өзін қарыздар сезіне бастайды. Сізбен сөйлескен сайын тағы да менің бұрынғы қателігімді еске салады деп ойлауы мүмкін. Содан кейін сізге қоңырау шалудан қашады. Сондықтан балаңызға жасаған жақсылығыңызды оның мойнына қарыз қылып артпаңыз. Сіз оны жақсы көріп өсірдіңіз. Бұл өте үлкен еңбек, бірақ енді сол еңбектің қайтарымын талап ете берсеңіз, қарым-қатынас саудаға ұқсап кетеді. Мен саған бердім, сен маған беруің керек.
Махаббатта мұндай есеп көбейген сайын жылулық азаяды. Балаңызға мен сен үшін бәрін жасадым, енді сен де мен үшін бәрін жаса деудің орнына, сенің жағдайың жақсы болса, менің көңілім тыныш деп айту әлде қайда жеңіл. Бірақ бұл жерде бір маңызды нәрсе бар. Бұл ата-ана баласынан ештеңе күтпеу керек деген сөз емес. Әрине, бала ата-анасына құрмет көрсетуі керек, қолынан келгенше көмектесуі керек, халін сұрау керек. Ата-ананы ұмытпау үлкен жауапкершілік. Бірақ оны талап етудің тәсілі өте маңызды. Төртінші, балаңыздан көмек сұраудан ұялмаңыз, бірақ оның арқасында өмір сүрмеңіз. 50 жастан кейін кейбір ата-аналар екі шектің біріне шығып кетеді. Бірі балам бәрін жасауға міндетті деп қарайды. Екіншісі баламды мазаламайын, ештеңе сұрамайын деп бәрін жалғыз өзі көтереді. Екеуі де дұрыс емес. Егер сізге шын көмек керек болса, балаңыздан сұраңыз, ұялмаңыз, бірақ әрбір ұсақ түйекке баланы шақыра бермеңіз. Мысалы, мына нәрсені істеп берші, мынаны алып келші, мені мына жерге апаршы, мынаны жасап берші, мынаны шешіп берші деп күн сайын оның көмегіне тәуелді бола берсеңіз, балаңыз сізбен сөйлескенде үнемі міндет сезінуі мүмкін. Ал ата-анаға керегі баласының жанында қарыздар адам ретінде емес, қадірлі адам ретінде қалу. Сондықтан қолыңыздан келетін нәрсені өзіңіз жасаңыз. Ал шын қажет болса, балам маған мына жерде сенің көмегің керек болып тұр деп нақты айтыңыз. Бұл әлсіздік емес, бұл дұрыс қарым-қатынас. Бесінші, балаңыздың өмірін басқаруға тырыспаңыз. Кейде бала ата-анасынан алыстайды. Ата-анасы неге хабарласпайды деп ойлайды, бірақ кейде мәселенің бір бөлігі ата-ананың шамадан тыс араласуында болуы мүмкін. Балаңыздың жұмысына пікір айтасыз, кіммен араласатынын сұрайсыз, жұбаймен қарым-қатынасына араласасыз, ақшасын қалай жұмсау керегін айтасыз, баласын қалай тәрбиелеу керегін үйретесіз, үйін қалай ұстау керегін айтасыз. Сіз мұның бәрін жамандықтан жасап отырған жоқсыз, әрине. Сіз мен өмір көрдім, мен білемін деп ойлайсыз. Я, сіздің тәжірибеңіз бар, бірақ балаңыздың да өз өмірі бар. Ол сіздің балаңыз болып қала береді, бірақ ол енді кішкентай бала емес. Сондықтан кейде ақыл сұрамаса, ақыл бермеу ең үлкен ақыл. Балаңыз бір нәрсе айтып отырса, бірден мен саған баяғыда айтқанмын деп бастамаңыз. Алдымен сен өзің қалай ойлайсың деп сұраңыз. Оның сөзін тыңдаңыз. Мүмкін оған сіздің шешіміңіз емес, тек тыңдайтын адам керек болған шығар. Алтыншы, балаңызға ренжігенде үндемей жазаламаңыз. Кейбір ата-аналар ренжіген кезде енді өзің біл, маған енді керек емессің, мен де сенің жағдайыңды сұрамаймын деп суып кетеді. Бірақ ішінен бала қоңырау шалса екен деп күтеді. Мұнда бір мәселе бар. Балаңыз сіздің ойыңызды оқи алмайды. Сіз оның анам ренжіп отыр, мен барып кешірім сұрайын деп өздігінен түсінетінін күтсеңіз, ол түсінбеуі мүмкін. Сондықтан реніш болса, тыныш айтып үйреніңіз. Сенің соңғы кезде хабарласпай кеткенің маған ауыр тиіп жүр. Мен сені сағындым деңіз. Қараңызшы, бұл сөзде айыптау жоқ. Сен жамансың деген жоқ. Сен мені сыйламайсың деген жоқ. Тек өз сезіміңіздің бар екенін айтып тұрсыз. Осындай сөз адамның жүрегіне әлде қайда жеңіл жетеді. Жетінші, балаңыздың сізді қадірлеуін қаласаңыз, өз қадіріңізді өзіңіз түсірмеңіз. Бұл өте маңызды. Кейбір ата-аналар балаға ұнау үшін бәріне келіседі. Бала не айтса да жарайды, не сұраса да ала бер. Немереге қарау керек па? Жарайды. Ақша керек пе? Жарайды. Ал өзіңіздің жағдайыңыз қалай? Сіз шаршадыңыз ба? Денсаулығыңызға қиын ба? Үйде шаруаңыз бар ма? Маңызды емес сияқты. Өйткені балам менен ренжіп қалмасын деп қорқасыз. Бірақ адам шекарасы жоқ. Адамды кейде байқамай, бағаламай кетеді. Сондықтан жоқ деп айтуды да үйреніңіз. Мысалы, бұл жолы қолымнан келмейді, немесе мен қазір шаршап тұрмын, басқа күні көмектесейін деуге болады. Бұл баланы жақсы көрмейсіз деген сөз емес. Керісінше, сіз өзіңізді де құрметтейтін адам ретінде көрсете аласыз. Сегізінші, балаңыз сізді тек керек кезде іздесе, бір сәт өзіңізге де қарап көріңіз. Енді ең маңызды сұрақ, балаңыз сізді не үшін іздейді? Тек ақша үшін бе, тек көмек үшін бе, тек немереге қарау үшін бе, әлде сізбен сөйлескен оған да жағымды ма? Бұл жерде өзімізге адал болуымыз керек. Кейде бала ата-анасына қоңырау шалудан қашады. Неге? Өйткені әр қоңырау ұзақ шағымға айналады. Анау ауырып жүр, мынау дұрыс емес, сен неге келмейсің, келінің неге осылай істейді, немерелерді дұрыс тәрбиелемей жүрсіңдер, басқалардың балалары ата-анасына былай қарайды. Бала мұндай әңгімені естіген сайын шаршайды. Сондықтан келесі жолы балаңыз хабарласқанда бірден мәселені айтпай,
балам, даусыңды естігеніме қуанып тұрмын деп көріңіз. Одан өзің қалайсың деп сұраңыз. Тіпті оның бір жақсы жаңалығын тыңдап, сен үшін қуанып тұрмын деңіз. Балаңыз сізбен сөйлескенде өзін жақсы сезіне бастаса, ол сізге тек мәселе үшін емес, жылы қарым-қатынас үшін де хабарласатын болады. 9. Балаңыздың өмірінде өз орныңызды дұрыс табыңыз. Балаңыздың өмірінде сіздің орныңыз бұрынғыдай болмайды. Бұл қалыпты. Кішкентай кезінде сіз оның бүкіл әлемі болдыңыз. Ол сізсіз ешқайда бара алмайтын. Қазір ол ересек, оның отбасы бар, сондықтан сіздің орныңыз мен бәрін шешемін деген орын емес. Мен сенің арқа сүйер адамыңмын деген орын. Айырмашылығы өте үлкен. Балаңыз қиындыққа тап болса, сізге келе алатынын сезінсін, қуанышын сізбен бөліссін. Бірақ сіз оның әр шешімін бақылап отырмаңыз. Бұл ата-ананың өміріндегі ең қиын өзгерістердің бірі. Баладан бас тарту емес, баланың қолынан ұстап тұрған қолды біртіндеп босату. 10. Егер балаңыз сізді тек керек кезде іздесе, өз өміріңізді қайта жандандырыңыз. Мүмкін бұл кеңес сізге күтпеген болып көрінуі мүмкін, бірақ кейде балаңыздың сізге қаншалықты жиі хабарласатынын бақылауды тоқтатып, өз өміріңізге көңіл бөлу керек. Таңертең ояныңыз, өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналысыңыз, достарыңызбен кездесіңіз, қонаққа барыңыз, серуендеңіз, жаңа нәрсе үйреніңіз, кітап оқыңыз, қол өнерімен айналысыңыз, бақша егіңіз, немерелеріңізбен ойнаңыз, жұбайыңызбен уақыт өткізіңіз. Өміріңіздің мәнін тек балаларыңыздың сізге қоңырау шалуымен өлшемеңіз. Өйткені сіз тек біреудің анасы немесе әкесі емессіз. Сіздің өзіңізге тиесілі өміріңіз бар, сіздің армандарыңыз бар, сіздің қызығушылықтарыңыз бар, сіздің достарыңыз бар. Сіздің жүрегіңізде әлі талай нәрсе жасауға күш болуы мүмкін. Ал ең қызығы, сіз өз өміріңізбен мәнді өмір сүре бастағанда, балаңыздың сізге деген көзқарасы да өзгеруі мүмкін. Өйткені ол ата-анам мені күтіп отқан жоқ, олардың өз өмірі бар деп көреді. Бұл өте сау қарым-қатынас. Енді ең маңыздысы, егер дәл қазір менің балам да осындай деп ішіңізден айтып отырсаңыз, балаңызды жамандауға асықпаңыз. Ол сізді жақсы көрмейді деп бірден шешім шығармаңыз. Бірақ өзіңізді де алдамаңыз. Егер балаңыз сізге тек қажет кезде хабарласса, бұл қарым-қатынаста бір нәрсені өзгерту керек екенін білдіруі мүмкін. Бірінші өзгеретін адам міндетті түрде бала емес, бәлкім сіз болуыңыз мүмкін. Реніштің орнына ашық әңгіме, талаптың орнына түсіністік, артық араласудың орнына шекара, өзіңізді ұмытып кетудің орнына өз өміріңізге көңіл бөлу, үнемі көмектесе берудің орнына қажет кезде ғана көмек көрсету. Міне осындай кішкентай өзгерістер қарым-қатынасты қайта қалыптастыра алады. Бірақ бір нәрсені ешқашан ұмытпаңыз. Балаңыз сізге міндетті түрде күн сайын хабарласуы керек емес, бірақ ол сізге құрметпен қарауы керек. Сіз де оған құрметпен қарауыңыз керек. Ата-ана мен баланың арасындағы ең мықты байланыс бір-біріне тәуелділік емес, сенім. Елестетіп көріңізші, балаңыз сізге телефон соғады, сіз не керек деп емес, балам қалайсың деп жауап бересіз. Ол, анашым жай ғана дауысыңызды естиін деп қоңырау шалдым дейді. Міне, ата-ана үшін бұдан үлкен сый бар ма? Бұған жету үшін баланы мәжбүрлеудің қажеті жоқ, оны кінәлаудың қажеті жоқ. Мен сен үшін бәрін жасадым деп қайта-қайта еске салудың қажеті жоқ. Кейде балаға ең керегі, сен қандай жағдайға түссең де мен сені тыңдаймын деген сезім. Ал сіздің жасыңыз 50-ден асса, бір нәрсені есте сақтаңыз. Өміріңіздің ең маңызды кезеңі өтіп кетті деп ойламаңыз. Балалар өсті, енді өмір аяқталмайды. Керісінше, енді өзіңізге де көңіл бөлетін уақыт келді. Бұрын сіз балалар үшін өмір сүрдіңіз, енді балаңызбен жақсы қарым-қатынаста бола отырып, өз өміріңізді де сүріңіз. Сізді балаңыздың қоңырауы ғана бақытты етпеуі керек, оның қоңырауы қуанышыңыздың бір бөлігі болсын, ал бүкіл өміріңіздің мәні болмауы керек. Сонда сіз балаңызды күтіп, ренжіп, өкпелеп отырмайсыз. Керісінше, хабарласса қуаныш, хабарласпаса өз өмірімен айналысамын деген ішкі тыныштық пайда болады. Бұл немқұрайлық емес, бұл эмоционалдық еркіндік. Айтпақшы, біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға бірге жету. Егер сізге 50 жастан кейінгі өмір, балалармен қарым-қатынас, отбасы, сыйластық, жалғыздық және жан тыныштығы туралы осындай шынайы әңгімелер пайдалы болса, арнаға тіркеліп, осы қауымға қосылыңыз. Мұнда біз бір-бірімізді кінәламаймыз, өмірдің әр кезеңінде дұрыс шешім табуға тырысамыз. Ал егер сіздің де балаңыз тек қажет кезде хабарласатын болса,
төменге бір нәрсені жазып кетіңіз. Мен өз қадірімді сақтаймын. Бұл сөзді балаңыз үшін емес, өзіңіз үшін жазыңыз. Өйткені сіздің өміріңізде балаңыздың орны қанша үлкен болса да, өзіңіздің де орныңыз бар. Және оны ешқашан ұмытпаңыз. Осымен видеомыз аяқталды. Келесі видеоларда кездескенше қош сау, аман болыңыздар.